Миллион тастайтын нұр болат кез келді. Шашқанда ол ақшаны далаға шашып отқан жоқ қой әйнектен. Маған ержі көрінді енді. Аяқ киімнен алып шығып тастап алады. Не құтырған ол? Біреу тойып секрет, біреу тоңып секрет. Үлкен бір ені сынға ұшырап жатыр. Қандай қыз екенін айтпай ақ қояйын, иә? Бірақ той болады ғой. Нанды жаңа жайып үйреніп жатырмын. Мен қалың малымды есептейтін болсақ қымбат болып кетеді. Сахнадан көп көрінбей кеттіңіз. Қазір жағдайыңыз жақсарды ма? Жолын дүркіретіп өткізгісі келді. Сиви Махмуди 33 жаста. Танымал әнші жаңа жасын тойлап, жақын адамдарының басын қосты. Өнер иесі туған күнін алматылық мейрамханалардың бірінде эстрада жұлдыздарымен бірге атап өтті. Бұл қуанышқа опмай бағдарламасының ұжымы да арнайы шақырту алды. Ал бүгінгі 18 жасың құтты болсын. Рахмет, үлкен. Көңіл күй қалай? Жақсы, керемет. Карантин деп кездеспегелі біраз болды. Бүгін жақындарыңның басын қосып жатыр екенсің. Әдеттегідей тақырыбы бар бүгінгі кеште. Әрине, сол енді бір өзгеше болсын, көңіл күйді көтерейік деген сияқты енді жалпы көйлектерден шаршаған сияқты барша қыздар. Сосын осындай бір өзгеше болсын деп мэн стайл дедік. Жалпы енді смокинг стиль сондай ғой енді. Сол өте әдемі көрінеді, керемет көрініс мен ойынша. Басында жиналғанда бір-бірімізді көріп, қызығып қарап, өте күшті. Сол. Негізі неге тақырыптық кештерді көбірек жақсы көресің? Қарапайым туған күндерден өзге. Мысалы, сенің қуаныштарыңа үнемі келетін болсақ, анаңның туған күні болсын, сенің туған күнің болсын, басқа жаңағы перзентханадан шығару болсын, бәрібір кереметтей өтеді. Сен үшін несімен ерекше? Мен үшін енді есте қалатындай болу керек әр туған күн. Мысалы, бүгін жиналып, бәрі жиналғанша там қанша топ қыздар тұрады. Алдыңғы жылғы нені дресс-кодты обсуждать етеміз, кім қалай киініп келгенін, соның өзі есте қалады да. Қызық, дайындалады адам бір. Енді тойдың болғаннан болатыны қызық дейді ғой, сол сияқты өте керемет бір нәрсе деп ойлаймын. Негізі жалпы дресс-код, арнайы дайындалу, әшейін жинала салып отыра салу емес. Сол үшін сол енді жалпы өзімізге көңіл күй сыйлау ғой. Бүгінде зәулім үйде тұрып жатқан Сиви Махмуди киім таңдаса тек бренд, әшекей таңдаса тек гауһар тас болғанын қалайтынын айтқан біз алдында. Міне туған күнінде де сыйлықтың астында қалған әншінің қолы гүлден үзілмеді. Туған күн демекші алғашқылардың бірі болып кім құттықтады, ешілер қандай сыйлық беріп жатыр? Мен білем, сен талғамың өте жоғары адамдардың бірісің. Қандай сыйлық ұнайды өзіңе, және өзің айттың ба осындай дүниені маған сыйласаңыздар деп? Жоқ әлде сенің талғамыңды біле тұра олар сыйлады ма бір ерекше бір дүниелерді? Ешқандай заказ болған жоқ жалпы. Жолдасыма да айттым. Гүлі болса да ешнәрсе бермей ақ қойшы, ешқандай сыйлық деймін да, себебі менде енді бәрі бар ғой, Аллаға шүкір. Сол үшін ақшалай бере бер дедім. Жолдасым ақшалай берді, алдын ала. Өзім дайындығым бар енді, алдын ала. Сол үшін жолдасым ақшалай. Ата-аналарым келіп кеше түнде құттықтады, түнмен бәрі келіп. Олар да ақшалай, тағы ұялы телефон сыйлады. Ақшалай сыйлық берілетін болса, Сиви ол ақшаны қайда жаратады екен? Бәрі бар ғой енді, шүкір. Иә, шүкір, бәрі бар. Енді ақша ешқашан артық етпейді. Сол өзіміздің расходтар ғой, өзімнің жеке каприздерім ғой. Өзім киімім бар, өзім фотосессияларым бар, өзімнің сол күнделікті расходтарым. Жаңа ән шығарса да, жаңа бейнебаян түсірмегеніне көп бола қойғанын айтқан Сиви Махмуди жуырда өз көрермен тыңдармандарын бірнеше жаңа туындымен қуантпақ ойда бар екен. Көрдім, парақшаңда салған екенсің, Айдарбекпен тағы да бір емес, 5 ма, 6 ма жаңа ән жазылып жатыр екен. Қандай туындылар болады? Клип жоспарда бар ма? Иә, жалпы Айдарбекте жоқ болып кетті, сонымен керемет әндер жазыпты, соны арнайы біз үшін соны тыңдап дайындалып жатырмыз. Енді жаңа бағыттарда көбінесе 3 түрлі бағытта 3 ән жаздық. Сол болашақтың еншісіне. Енді шетелге қазір кішкене шығу қиындау ғой, дегенмен алдындағы дуэттеріңіз керемет шыққан болатын. Тағы да егерде барлығы шекара ашылатын болса, жоспарда бар ма? Жаңағы сол әндердің ішінде өзіңнің көңілінен қатты шығатын ән бар ма? Бар, біреу қатты ұнап жатыр. Өзгеше бір стильде, негізі үшеуі де жақсы, енді көреміз, Құдай қаласа болады деген ниеттеміз. Айдарбек екеуміз жалпы Айдарбек те жоқ болып кетті, сосын мен де, сосын енді біз айтамыз, біз жоқ болып кетіп бір хит шығаруымыз керек деген, енді қалай айтса бағымызға орай да, енді ниетіміз таза болғаннан кейін хит болады деген ойдамыз. Айдың көлден қатар ұшқандай, ақ құдай, бағалайық бар бақыттай, жат қылмай, қозы көрпеш баян сұлудай, мәңгілік қол ұстасып жүрсек ең ғашықтар, мәңгі ән қылып.
Сиви Махмуди өнердегі жұбы Айдарбек Рысбекпен бір емес, бірнеше ән орындап, тіпті 2 бейнеклипті шетелде түсіргенін көпшілік жақсы біледі. Тек соңғы уақытта үлкен сахнадан да, тойлардан да көрінбей кеткен Айдарбек, міне бүгін досының қуанышына ортақтасып, ұзақ үзілістен кейінгі алғашқы сұхбатын бізге беруге келісті. Сізді көрмегелі біраз болды. Сивиден де сұраған едік. Кішкене денсаулығы сыр берді деп айтқан болатын. Сахнадан көп көрінбей кеттіңіз. Қазір жағдайыңыз жақсарды ма? Қазір өздеріңіз көріп отқандай жағдайым жақсарды, Аллаға шүкір, мыңдау шүкіршілігімді білдіремін. Және де көрінбей кеткен себебім 1-2 жылдай өзім творчестводан сәл басқаша жұмыстарым болды. Соның жұмыстарымды атқарып, қазір енді Құдай қаласа творчествомды қолға алып, жалпы өнерімді ары қарай шыңдалу үстіндемін. Кешеде байқап қалдық, сторисқа салып жатыр екен, Сиви жаңа ән жазып жатсыздар. Бірнеше дуэт, қандай әндер, тақырыбы қандай, сол үзіліс кезде дүниеге келген туындылар шығар. Иә, үзіліс кезде дүниеге келген туындылар, Сиви ханыммен бір 3 өлең таңдадық. Дуэтіміз алғашқы қозы көрпеш баян сұлу болғандықтан, тек қана бір әніміз ғана болмасын, алдағы уақытта халқымызға паш етіп жаңа әндеріміз болсын, көп болсын, халықтың алдында, жалпы халқымыздың алдында өнер көрсетуге дайынбыз әрдайым. Және де жаңа әндерімізді жазу үстіндеміз. Сол жаңа әндеріміз жақын арада шығып қалар иншалла. Бала күнінде денсаулығы сыр беріп, артық салмақты қосып алғанын айтқан әнші, қазірдің өзінде диетаға отырып және спортпен шұғылдануға дәрігерлер рұқсат бермегенін айтады. Сондықтан болар өнерге қайта бет бұрған әнші өзін осы қалпында қабылдап, сахналық стилін өзгертуді жөн көрген. Стиліңіз өзгеріп кетіпті, шаш үлгісі өзгеріп кетіпті. Сондай көңіл күй ма, жоқ әлде біреуге еліктеушілік пе? Киім өзгеріп кетті, шаш үлгім де өзгерді, образын сәл өзгерттім. Бұрын Айдарбек, енді сәл мен ойымша өнерлі болғасын, жалпы адам өз стилін өзгерсе, жалпы жарасымды өзгерсе, әдем болады деп ойлаймын. Білмеймін, өзіме ұнайтын сияқты, халыққа да ұнайды деген ойдамын. Өнердегі бағытыңызды өзгертпейсіз ба? Тек қана образ ба, жоқ әлде шығармашылықта да бір жаңалықтар бола ма? Рэп қосылатын әндер ол бар негізі. Енді жас болғасын, жалпы болады ғой, молодой деп орысша айтады ғой. Жас болғасын, жастарға арнап, жалпы өзім стилімде сәл ұстанғым келеді. Бірақ та одан сәл ауытқып, қазағымызды, қазақ болғасын, қазақша сөйлеп, қазағымызды дамытып, сәл қазақпен шетелдің несін бір орын екеуі бірге болатындай бір басқаша бір дүние жасағым келеді. Халықтың да барлығын көңілінен шығатындай емеші. Кел жаным, қасыма кел жаным, жыласын жүрек отарай. Кел жаным, қолыңды бер жаным, билейік бірге тоқтамай. Сен жаным, қимылда сен жаным, әлемді тығып сақтамай. Кел жаным, тағы да кел жаным, билейік бірге тоқтамай. Шығармашылыққа көбірек мән беріп жатсын, бірақ алдында да продюсер болып жүрдің ғой. Қыздар болды, жігіттер болды. Қазір ол жұмыс тоқтап қалды ма, продюсерлік, жоқ әлде алдағы уақытта жоспарыңызда бар ма? Иә, тоқтап қалды. Әзірге жоспар жоқ. Сол жанардан кейін өзіме сөз бергем, ешкімге продюсер болмаймын деп. Себебі шыны керек, бүгінгі таңға дейін сағынасын, бауыр бастық та, оңай емес, сол үшін басқа болмаймын. Бәрі әдемі тарих болып қалсын. Сол. Жақында ғана жылы өтті, иә, кәдімгідей көзді ашып жұмғанша өтіп кетті. Отбасымен байланысып тұрасың ба? Қазір енді ұлдары қалды ғой артында. Әкесімен бірге ма, жалпы жағдайлары қалай? Көп енді тыңдарман уайымдайды, кімнен сұрарын білмейді, сен енді өте жақын адамдардың бірі болдың ғой. Иә, ағалармен сөйлесіп тұрам, енді папалармен ондай сөйлеспей кеттім, енді соған кезде мазалауға да ұяласың, бірақ өзінің туған сияқты ағалары бар, жақсы араласатын, бірге кезінде араласқан, сол кісілермен хабарласып тұрамыз. Жолын дүркіретіп өткізгісі келді, бірақ карантин несіне байланысты өткізе алмадық. Жоспарлар көп тұғын, жалпы менде де, ол тарапта да. Сол үшін бәрі карантиннен кейін Құдай қаласа. Танымал тележүргізуші Гүлмира Дайрабаева да туған күн кешіне келген құрметті қонақтардың қатарында. Бүгінде 3 ұл тәрбиелеп отырған журналист ханым Instagram желісі арқылы қалың көпшілікке танылған вайнер Артур Асқарұлының анасы екенін бірі білсе, енді бірі білмес. Соңғы кезде сымбатты жігіт уақытын әнші Индира Еділбаевамен жиі өткізіп жүр. Қос жұлдыз түрлі жобалар мен түсірілімдерге тек бірге ғана түсе бастады. Бұл жайт желі қолданушыларының назарына ілініп
білінбей қалмады. Олар жастардың арасында махаббат сезімі бар екенін болжады. Анық-қанығын білу үшін бұл сауалды біз Гүлмира ханымның өзіне жолдадық. Сөйтсек, Ұлыңыз туралы десе де айтпадыңыз ғой. Сізден қашып тұрсыз ба, әлде жаңалықты айтқыңыз келмей тұр ма? Енді біледі ғой, енді әлеуметтік желіде өте белсенді. Мүмкін мен сіздерден біліп қалармын, кім келін мен білмеймін ғой. Суреттерді жариялап жүр, елдің бәрі қосып жатыр. Есімін айтпасам да өзіңіз білетін шығарсыз, кіммен қосып жүр. Кім екен? Индирамен бірге жүр, жұп болғалы жатыр деп. Негізі Индира болса мен қарсы емеспін, бірақ біз Артурмен негізі көбінесе дос ретінде араласамыз. Мен 14 жасымнан бастап, ол балам 14-ке келгеннен бастап, ол маған үлкен бір ер азамат сияқты көрінді. Сол сәттен бастап, оның өзінің жеке ойы бар, жеке өзінің шешімі бар деген ұйғымға келіп, сол бір әдемі махаббатымыз жалғасуда, бір-бірімізге аналық, балалық деген. Сол себептен мен оған толықтай 100 емес 200% сенемін балама. Егер ол ұнаған қыз менің отбасымның келіні болса, мен екесе 400% оны жақсы көрем деп айта аламын. Ал ол Индира бола ма, басқа кім болады, мен оны білмеймін. Оны тек Артур ғана біледі. Артурдың жүрегі кімді қалайды, мен сол қызды өліп жақсы көретін боламын. Бірақ енді сіз анасы болғаннан кейін бәрібір сұрамайды емес, сұрайсыз ғой, енді кіммен жүрсің, қасыңда кім бар, сезім бар шығар, енді ер жеткен азамат қой. Негізі сұраймын, кей сәтте мен көп сұрамаймын. Артур өзі аз сөйлейтін жігіт, нағыз енді сабырлықтың өзі бір көрсеткіші деп айта аламын. Жалпы ер азамат сабыр болған өте жақсы, отбасына өте жақсы, қыздардың құлағына алтын сырға десем де. Жалпы Артур өзі негізі талаптанса, сөйлесем, осы жайлы мама саған сырласайын деп едім десе, мен сөйлесем. Ал бірақ мен өзім былай соны қазбалап, қалай болып жатыр, мынаны айтшы, өйтші деп мен ешқашан мазаламаймын. Себебі Артурдың дұрыс шешім қабылдайтын мен білемін, оған сенімдімін. Ал қандай қыз екен айтпай ақ қояйын, бірақ той болады ғой. нәзік сезімге толы суреттерді көріп жүрген желідегі көпшілік Артур мен Индира жасырын түрде үйленбек дегенде болжам жасауда. Алайда тойдың ауылы алыс емес, бірақ болашақ келіннің кім екендігін айтпауды жөн көрген Гүлмира Дайрабаева өзін жақсы ене болатынына еш күмәнім жоқ дейді. Сіз қандай ене болады екенсіз? Міндетті түрде келін бала сіздің қолыңызда тұру керек па? Мынаны дұрыс жасамадың, мына ыдысты дұрыс шаймадың. Енді Қызылорданың әңгімесі бәрібір бөлек. Оңтүстік жақ кішкене енді келінге деген көзқарасы басқаша ғой. Қаттырақ ұстайды, былайынша айтқанда салт дәстүрге берік деген секілді. Сіз өзіңізді қандай ене болам деп елестетесіз? Есіме түсіп кетті, бір рет Илья Ильин екеуміз самолетке міндік, қасыма келіп отырды. Сонда жұрттардың барлығы жағы Илья Ильинмен амандасып келіп жатыр. Біреуге, ой, Гүлмираш, сен де осында екенсің ғой деп бәрі келіп өздерінің сәлемдерін беріп амандасып жатыр. Сонда бір кісі, депутат кісі қатты бір күшті бір әзіл айтты. Ой, мына жерде трехкратный олимпийский чемпион, мынау трехкратный будущий ене отыр. Сәлем беріп жатырмын деп сөйтіп амандасты. Бір әдемі сөз айтылды деп ойлаймын. Жалпы трехкратный ене болатын түрім бар. Жалпы ене дегеннен гөрі сол ана деген маған өте жақын сияқты есептеледі. Себебі бізден кезінде үйден қыз ұзатылып шыққанда әкеміздің көзіне жас келгенін көргенбіз. Себебі ол қалай ол басқа отбасына барады, қалай ол жерде сіңісіп кетеді деген ойлар болған болуы мүмкін. Әкенің жүрегінде ол қанша айтпаса да сезілетін дүние ғой. Сол себептен мен ол келетін қызды мен дәл өзім қандай сезімде болдым, мен солай қабылдаймын. Сол себептен ол біздің үйге келін болып келмейді, қыз болып келеді біріншіден, екіншіден мен ене болмаймын, ана боламын. Және менің бір сағынышым осы өмір бойы қыз болса екен деп армандап байқамай 3 ұл туып қойдым. Енді болашақта сол 3 келінім маған алтындай бір әдемі сұлу 3 қыз болатынына және алдын ала сол отбасыларына мен өзімнің ризашылығын білдірем. Қазір мен білмейтін мысалға 2-ші ұлым, 3-ші ұлым, үлкен ұлыма мысалға басқа бір отбасында бір әдемі қыз тәрбиеленіп жатыр. Айта кетерлік жайт, Сиви Махмуди өзінің қуанышына шақырту алған барша қонақтарына арнайы киіну үлгісін бекіткен. Ол барлығы men's style dress кодын ұстануын сұраған. Туған күн иесінің сөзін жерге тастамаған қонақтардың қатарында Дана Кентай да болды. Құрбысына қуанышына арнайы Нұр Сұлтан қаласынан ұшып келген сұлу бикештің қазіргі таңда жұмысы шаш етектен. Алайда 1 жылдан кейін продюсермен жасалған келісім шартының аяқталатынын айтқан Дана қыз сол уақыт аралығында тұрмысқа шығуға ниетті. Бар ма еді адам?
бар болғанда енді жоқ жалпы бар ғой жігіттер, небір қазақтың небір жігіттер бар ғой. Соның ішінен енді кішкене менің өнерімді түсінетін, маған жаны ашитын, ертең сонша осылай жұмыс жасағанда үйде отыр демей, кішкене осы шығармашылығымды ары қарай шыңдалуына көмектесетін, маған күш беретін, ертең балалар туып отқанда шық сахнаға деп айтатын, сондай адам керек болып тұр ғой енді. Ондай адам енді қазір қарастырып жүрмін, сынап жүрмін ғой, енді қалай болады екен деген сияқты. Сондықтан егер сол бір сынақтарымнан өтсе, мүмкін бәрі де. Енді жаңа өзіңіз айтып өткен талаптардың ішіне тағы да басқа талаптар қосыла ма? Өйткені кейбір қыздар айтады, маған ажыраспаған жігіт керек, бала шағасы жоқ деген секілді. Шығармашылықты түсінетін ол түсінікті, бірақ адами тұрғыдан алатын болсақ, қандай ер азаматты көресіз қасыңызда? Адами тұрғыдан алатын болсам, ең бастысы сөзінде тұратын, жаңағы қалай айтсам болады, нағыз бір жанашыр, сондай жақсы адамдар болады ғой. Жаңағы турасын айтатын, шыншыл, сондай адамдар ұнайды. Иманды адам болса деп тілеймін. Қызық, дана қыздың жігітке қояр талаптары белгілі болды. Ал ән шарудың өзі қандай келін болмақ? Ал дана қыз қандай келін болады екен? Көбісі қорқады ғой, оңтүстікке келін болуға, үйдің шаруасы деген көп жаңа қонақ келеді деген секілді. Қолыңыздан қандай дүние келеді? Я болмаса мынандай дүниені әлі де үйрену керек деп нені айтар едіңіз? Келін ретінде болашақ. Мен күшті келін болғым келеді. Өйткені өзімнің ниетім сондай. Енді мүмкін қолымнан көп нәрсе келмейтін шығар. Жақында ғана нан илеп, нанды жаңа жайып үйреніп жатырмын. Оған дейін мән бермеппін, өткен үйдің кенжесі болдым. Кішкентайымнан музыкалық мектептен хорда жүрем, концертте жүрем, конкурстарда жүрем. Мамалар үйретіп үлгермеген ғой. Үйдің кішкентайы дана анау деп. Сөйтіп кейін өзім жатақханада тұрдым, басқада тұрдым, сөйтіп тамақ істеп үйрендім, қарным ашқан соң. Сөйтіп жаңа жай жаңағы өзімнің кірімді өзім жуып үйрендім, үтіктеп үйрендім. Солай жатақханада барлығын үйрендік. Дегенмен қазір қолымнан барлық келетін бес аспаппын деп айта алмаймын. Өткен көбінесе сырттан тамақ ішіп жатамыз. Жаңа үйімізге кейде көмекшілер келіп жинап кетеді деген сияқты сондай жағдайлар болып жатады. Дегенмен күйеуімді шын жақсы көрсем, күйеуім екеуміз ең бастысы бір-бірімізді түсініп тұрсақ, мен неге оның ата-анасына сондай маған бала туып берген, сондай адамды маған тәрбиелеп өсірген адамға бар шынайы сондай ата-анам сияқты қарап, ата-анамдан да артық қарағым келеді. Аяқтарын жусам да, шомылдырсам да, ертең қартайған шақтарында сондай келін болғым келеді. Біздің жақтың тумасы екенсіз, мен де қызылордалықпын ғой. Қалың мал деген мәселе бар. Қанша мен тәжірибе, біліміңіз бар, оқығаныңыз бар, басқасы бар. Мамаларыңыз енді сұрайтын шығар енді ата-анаңыз сіз үшін. Ата-анам қазір сұрайтын шамада отқан жоқ, ең басты аман есен тұрмысқа шықсаң болды, жақсы жігіт болса болды деп отыр енді олар. Бір 20 жастарым болса мүмкін қалың мал деп дәметер ме еді. Қазір енді жасым 18-дің біразына келіп қалдық қой. Сондықтан қазір ең бастысы олар бақытты болсаң болды деп айтады енді. Қалың мал бір ырымын жасайтын шығар. Әйтсе мен қалың малымды есептейтін болсақ қымбат болып кетеді. Өйткені қанша дипломым бар? 3 қызыл дипломым бар, колледжда дипломым бар, консерваторияны бітіргенім бар, магистратурада өзім диссертация жазып қызыл дипломмен бітіргенім бар. Одан бөлек қаншама бейнебаяндар, оның бәрі жаңағы не деген сияқты, қаражат деген сияқты қанша әндерім бар. Сондықтан оның бәрін есептеп отырсақ енді әрине көпке болып қалуы мүмкін. Жобалап қаншаға кететін еді? Жоқ, білмеймін енді. Ол бір баға жетпес қыз сияқтымын мен өзіме. Сондықтан қалың малмен енді өздері келісе жатар, үлкендер. Ең бастысы әйтеуір мені бақытты қылатын, мен оны бақытты қылатын сондай жар болсын. Той демекші, карантин болса да кішігірім қуаныштардан қолы босамай жүрген Әзімбек Байлиннің Instagram парақшасы осы аптада көп қаралған парақшалар легін бастап тұр. Жақында ғана үйленген Нұржан Аташтың келіншегінің бетін ашқан әнші беташар тойына арнайы дайындықпен келгенін айтып, көпті таң қалдырды. Енді беташ жүргеніме мен аз уақыт болған жоқ, бір 15 жылдай болды. 15 жылдың ішінде бір 1000-нан аса келіннің бетін ашқан шығармын деп ойлаймын. Одан да асып кеткен шығар. Небір енді беташарлар болды, бірақ өзі жылына осы бір 2-3 беташарлар болады, арнайы барып дайындалатын. Соның бірі жақында осы бір апта бұрын болған Нұржан бауырымыздың тойы. Ол тойға арнайы дайындалып, сөздер жазып, оны барлығын жаттап, сіңіріп дегендей бір 2 аптадай дайындық кетті, ақындармен бірігіп. Себебі сондай бір той иелері болады, өзінің тойларына бір керемет бір деңгеймен, жақсы деңгеймен дайындалатын, солар әулетке байланысты, сол әулеттің жаңағы бабаларына байланысты бір арнаулар болса, ол жақсы болады. Ал көптеген беташарлар, мысалы үшін стандарт. Бір тойда айтқан әңгімемізді басқа тойда айта береміз, сәл кішкене өзгертіп. Ал енді Нұржанда толық 100% жаңа беташар болды. Дайындалғанымыздай болды, жақсы болды. Негізі көбінесе беташарлар бір 25-30 минут болады.
Ал Нұржанның тойында бір жарым сағатты бет аштық. 1,5 сағат дейсіз бе, бірақ беташар көзді ашып жұмғанша тез өтіп кетті. Әлде бізге ғана солай көрінді ме? Сыры неде? Иә, мен жүрген жерімде әзіл міндетті түрде жүреді. Себебі Әзімбек жүрген жері әзілдеп деген сияқты ғой. Әзіл көп болды. Бір 70% әзілге құралды. Себебі жастардың тойы болды, көңілді болу керек. Кез келген тойдың басы ол беташардан басылады, позитив. Сондықтан да әншілер көп болды, өзіміздің әріптестер, соларға арнайы солардың әндеріне жазып өлең шығардық, бірақ олардың ешқайсысы білген жоқ, тосын сый болды. Нұрболатқа жаңа миллион тастатқан кезіміз болды. Сосын Әбжапарға тастатқан кезіміз болды. Ернар, Ғазизхан, Ғаділбек, Жанай, Серік Ибрагимов, Жігер Ауыпбаев, келгені бар, келмегені бар, көп әншілер болды. Сосын бәріне дайындалдым. Енді әншілердің 100% келген жоқ, бір 60% келді ойдым. Себебі кейбіреулердің жұмыстарына байланысты келе алмай қалды. Нұрлан Еспанов ағамызға арнайы шығарғам, Жігерге шығардым, Ғаділбекке шығардым, олар келе алмай қалды. Бірақ енді келесі бір кезіккен кезде оларға айтамын соны. Жақсы Әзімбек мырза. Әзіл аралас беташар болды дейсіз. Алайда көпшілікке сіздің беташарыңыз емес, сол қуанышқа жиналған эстрада жұлдыздарының әрекеттері ұнамаса керек. Нұрболаттікі былай басылады. Нұрболаттың өзінің әні бар ғой, миллион деген, солған салдық. Былай басылады. Сен мақтан қуып күнде жұлдыз болуға көштің. Сен ел жасамаған мүлде көйлектің түймесін шештің. Ең жақын жан осы деп Нұржанымның досы боп, көрсемде қаншама байды, сен ұзап мақтан алмайды ешкім. Миллион ақша бар, миллион көрімдік Нұрболат апшығар. Миллион рас болса ол айтқан сөздері, миллион көрімдік тастайтын кез келді. Нұрболат Абдули! Миллион шашам деп тұр. Бұлай болмайды, мен не дедім? Миллион Нұрболат ақша бар, миллион көрімдік Нұрболат апшығар. Миллион рас болса ол айтқан сөздері, миллион тастайтын Нұрболат кез келді. Ай, бәрекелді! Миллион жұлдыз бар. Сөйтіп шығарған кездеріміз болды. Ал Нұрболат бірақ енді ана жерде кейін айттық қой, басында шын ақша тастады, кейін ол жаңа өтірік ақша тастады ғой негізі. Оның көбісін инстаграмға салған жоқпыз да. Сосын ары қарай Әбжапардың шақыруым керек болды. Әбжапарды былай басылады. Достарыңды бағала қасыңдағы, сыйластықтың алауын өшірмеші. Нұрболаттың тастаған бұл өтірік, сенде жоқ шығар доллардың көшірмесі. Әпшік сенде оригиналман, доллар табиғи бармай, қожа елді алдамайды, шақырған бәрін иманға. Ал сен оригиналсың, таза табиғи нәрсің, келін бір сәлем салшы, көрімдік тағы жиналсын. Әбжапар Әлқожа! Оригиналсың, саған халық инансын, саған қолы жетіп, қошемет! Бәрі қиналсын. Ай, азамат! Соңғы кезде қазақтың беташар дәстүрі түрленіп баратыны біз айтпасақ та белгілі. Сәлем салған ақ келінге ақша тастау жарысқа айналғандай. Бұл жарыс әншілер арасында да жалғасты. Қазақтың дәстүрін мазаққа айналдырды деп сөккендер де көп. Мен де көріп қалдым әлеуметтік желіде. Сосын енді қазір комментарияларды оқимыз ғой. Комментарияларға байланысты бой түзейміз ғой қазір. Содан сол пікірлерді қорытындылай отырып бір шешім шығарып атады ғой. Енді ол жерде бәрі достар ғой, бауырлар, достар, бір қуанышта өздерінің бір ортасында істеп жатыр да. Бірақ оны андай әлеуметтік желіге салмау керек деп ойлаймын да. Әлеуметтік желіге салғаннан кейін ол бұл жерде енді беташар рәсімі біздің дәстүріміз, салт дәстүріміз, ықылым заманнан келатқан
келген келіннің орамалын жаулығын қазақтың күмбірлеген қара домбырасымен бетін ашып бісміллә деп оңайымен табалдырығынан аттатқызатын әуелден келе жатқан дәстүріміз ғой. Оған енді ол кісілер бір керағар пікір қалдырайық деп бір сол болып жатқан дәстүрге бір зиян келтірейік деген ой болмаған шығар деп ойлаймын. Енді өздерінің достарының ортасында, бауырлардың ортасында сондай бір әзіл қалжың аралас жақсы көңіл күйде шыққан дүние. Бірақ енді әлеуметтік желіге салып оны таратпау керек деп ойлаймын. Нұржан Аташтың шаңырағында өткен беташарда әншілер де ақша салып жарысқаны көрініп ақ тұр. Жастардың бұл әрекетін сынға алған актер Қажет Смағұл беташардың қадірі кетіп бара жатқанға ұқсайды дейді. Себебі Мына жерде мен енді кішкене өз ойымды айтайын. Мен мысалы қараңыз, ақан серілер кезіндегі серілер ғой. Кезінде қаншама бет ашып сонымен күн көріп жүрген ғой, сол сері болып ауылдан ауылға. Бірақ олар тек қана өздерінің әндерін ғана айтпаған олар. Мәшһүр Жүсіп болсын, ана бет ашып жатқан ананың әнін әуенін қоса берсін. Бірақ сен келін халық тұр, ана жерде ақ жаулықты аналар тұр. Мен айтайын деген сөзін бұрмалама. Керек жоқ сөздерді қоспа, жеңіл сөздерді қоспа. Әзіл қылсаң астармен әзілде. Мен соны айтқым келіп тұрған. Оған да мен қарсымын. Анау кейбіреулер енді орыс, мына кісілер қазақша дұрыс білмейді екен, орысша дейді. Жарайсыз қосып, бірақ бет албаты қосып, қазақтың тілін кірлетпе. Мен солай білемін. Ал орысша қосып, бірақ әдепті, мәнерлі, астары бар немен айтсам, неге жоқ. Болмайды, жеңіл желпі, халық күлді қойды, бірақ ертең бәрі сонымен кетеді. Қазіргі бір өкініш толтыратын менің сезім, қазір жастар көп хайп іздеп жеңілдікке кетіп қалып жатыр да, бұл да сонымен көтерілемін де. Сол жаман болып тұр ғой мәселе. Соны тоқтатса, нұрдың үстіне нұр болар еді. Қазақтың келін түсіргенде жасалатын салтының бірі беташарды көп жылдар бойы өткізіп жүрген Асхат Тарғын қазіргі беташарларға көңілі не себепті толмайтынын келесідей түсіндірді. Сет жағасын көрдім Инстаграмнан, іншектер ғой енді бауырларымыз. Енді біздің кезімізде беташар болғанда, мысалы мен айтайын, мен өзім 18 жасында беташқамын. 18 жасында сол жігіт болған кезде ауылда ең алғаш рет бір ағайын туысқан бір ауылдас ағамыздың келіншегінің бетін ашқанмын бірінші рет. Содан кейін мінекей 2014-ке шейін бет аштым. 14 жыл, 15 жыл бет аштым. Шыны керек, әр жетіде 2-3 келіннің бетін ашып тастаймыз. 7 сайын 2-3 келін, айына есептей бір қанша келіннің бетін. Біздің уақытымызда беташар деген басқаша болатын мүлде. Домбырамен, термемен беташардың басында ең бірінші насихат, өсиет айтылады. Келінге деген ибалы, инабатты болсын деп келінге өсиет айтылады. Одан кейін барып өлер уақыттан бастайды, сосын барып атасына, енесіне, үлкендерден бастап сәлем салғанда, ол жерде жаңағыдай бізде ондай енді қатты немес, енді жай ғана әзілдеп қана беташар. Ол кездің беташары басқаша. Ол қазір енді беташарды кішкене коммерция қылып кетті ғой. Бұрын ол біздің уақытымызда бет ашқанда, мысалға ол кезде білмеймін енді ақша аз ба, халықта ақша жоқ па, ол заманда әлде уақыт басқаша ма, банкіні мысалға қояды да, банкіге түскен ақшаны мысалға бет ашқан жігітке беретін. Өлер уақыт айтқан кезде үлкен кілем салатын ортаға, кілем тастайтын, айналдырып атып келіп. Үстіңе шапан жабады бет ашып тұрғанда, өлер уақыт айтқанда әруақтарға деп сондай суйысып жасады. Қазір олай емес, қазір кілем, шапан дегенді қойды, қазір ақша тастайды. Бірақ қазір енді беташарды сөйтіп андай қылып бизнес қылып жіберді қазір. Олай қарап отырсаң, енді бұрын беташарды банкіні жаңағыдай бет ашқан жігіт алатын, қазір той иелері өздері алады. Мүмкін енді уақыт заман қалса, мүмкін алса алсын, ол да дұрыс шығар. Бірақ енді қазір енді кешегі мысалға маған енді білмеймін, маған ержүзі көрінді енді кейбір енді бірақ достар ғой, мүмкін ойнап әзілдеп кейбіреулер енді бет ашып атып артық қыламын деп тыртық қылып атып мысалға
Досының қуанышында әнші Әбжаппар Әлқожа беташарда ақшаны тағы да ерекше тастамақшы болып, көпшіліктен сөгіс естіді. Желідегілердің ойынша, өнер иесі ұлттық салт дәстүрге мүлдем сыйластық танытпайды деп жазады. Десе де Нұрлан Испанов өнердегі ісін барынша жақтап шығуға тырысты. Бет ашатын адам өзгерді қазіргі таңда. Жалпы бет ашар сол. Міндетті түрде бет ашқан кезде ақша тастаймыз. Ол енді бұрыннан бар салт дәстүр ғой. Қазақ атамыз аттан құласа салттан құламаған қазақпыз ғой. Жалпы сол батасын береді. Енді бет ашқан азаматтарды мақтаса, бет ашып жатқан жаңағы біздің бет ашып жатқан азаматымыз міндетті түрде саламыз. Мені мақтаса мен неге салмасқа? Мен барып тұрмын ғой. Ол мақтап жатқан адамның несібесі ғой. Мен оны беруім керек міндетті түрде. Ол дегенің бір жағынан көңілді көтеру, бір жағынан жаңылдегі сол той болып жатқан отбасының қуанышын бөлісу. Енді көбінесе енді сынап келетіндер бар, енді сыйлап келетіндер бар, білесіздер ғой, енді қалай кепті, мынау не істейді екен, беташардың өзінің қызығы сол қанша тастайды екен деп қарап отырады. Бет ашып жатқан азаматымыз тағы да айтып жатады, ойбай тағы да бір кеп кетпейсіз ба деп. Сол сияқты нәрсе ғой, беташарды ана пікір жасса да, мына пікір жасса да, қандай пікір жасса да, ол біздің ата бабамыздан келе жатқан ақша салыс, ол міндетті түрде салынатын ақша ол. Қалай айтсақ болады, енді лақтырғанда өйтіп лақтырмайтын шығар енді ақшаны. Бірақ та мынау ақша салғанын айтып жатырмын да мен. Міндетті түрде салу керек. Ал ақшасы болмаған адам орамалын алып барады, матасын алып барады, бұрын соңды кәмпит күлшесін алып барады біздің уақытымызда. Енді не бір қызықтар болған біздің уақытымызда да беташарда. Мен Абайға айтып берген болатын. Абайдың инстаграмында көрсеңіздер, Бегейдің беташар туралы менің жақсы бір әзіл әңгімем бар. Сол себептен беташарда көп жүрген азаматпын негізі. Беташардың қыр-сырын жақсы білем. Біз ана Ямахамен ашып, бұрын соңды әртүрлі бағытта жұмыс жасадық. Бірінші домбырамен ашылды, кейіннен қандай аспап шықса сонымен ашып кеттік қой біз. Шымқалада жүрген кезде беташарды біз Ямахамен ашып кеттік. Сол себептен енді форматы бұның өзгеріп тұрады. Сөйтіп айналып келіп, қайтадан жаңағы домбыраға келеміз. Мен мынау қалай айтсақ болады, көптеген аспаптармен бет ашқанды көрдім өзім. Я көптеген аспаптармен ашқанын көрдім. Бастысы әуені бөлек та сәлі. Алайда Нұрлан Испановтың бұл пікірмен Қажет Смағұлов келіспейтінін айтады. Және де Инстаграмнан көрдім. Мен бүйтіп айтайын, мен өзімде 91 жылдан бастап тамада болдым. 18 жасымнан. Талай күйдім, кейде қатер сөйтіп. Бірақ бір нәрсені мен 100% білем. Ата салт дәстүр қалай болып келді атамыздан. Біздің ұрпаққа дәп сондай болып кету керек. Аленк кеп тастап ақшаны. Аяқ киімнен алып шығып тастап алады. Не құтырған ол? Бұдан қандай астар алады аны жастар? Ербін, жырбықай қылық, ерсіз қылық деп білем. Қазақтың салт дәстүрі ол келін түсіріп отыр. Келіні бетін ашып, халықтан көрімдік сұрап отыр. Біз қазақтың салт дәстүрі. Соны ыржын, жыржын қылып, хайып қылып керек емес. Мен өте көңіліме қатты келген еді сол көргенде. Несі бар деп. Келдің де бер көрімдігін. Жарайды, көрсеткін кеп тұрма, қанша берген. Бейті халыққа көрсетіп тұрып бейті. Бірақ анау жұлдыз екемде құтыра бермесе шайналайын. Жұлдыз қылған сені сол қара халық қалай жұлдызды көтерді, солай жерге бірақ қояды орнына. Мен ондайға керемет қарсы. Мен салт дәстүрі қандай болып келді атамызда, сонда ұрпаққа сөйтіп жіберу керек деп ойлаймын. Хайп жасайтын көп, бірақ қазақтың құндылығына тиісіп керек емес дейді. Қайрат Әділгерей де өнердегі жігіттердің дәл солай ақшаны шашып салғандарын құптамайтынын кесіп айтты. Адамдар, бар адамдар өзі всегда шашылып жүреді ғой. Жоқ адамдар айналасын жинақтап жүреді. Енді қазіргі жағдайға байланысты енді біреу тойып секірет, біреу тоңып секірет дейді. Ондай нәрсені негізі әлеуметтік желіге салып көрсетпеу керек сияқты деп ойлаймын. Өйткені халықтың кішкене ызасы туып қалуы мүмкін. Біреулерде бар, біреулерде жоқ. Өзі сондай заман ғой қазір. Енді өйтіп ақша шашып елге өйтіп көрсеткен дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені мысалы сол бағана айтып отқанымдай біреуде бар, біреуде жоқ.
ызасын тудырмау керек сияқты. Әсіресе өнер адам болғаннан кейін бізде ответственность дейді ғой, жауапкершілік көп. Бізге қарап бой түзегеннен кейін біз ондай халықтың ызасын тудыратын әрекеттерге бармау керек сияқты деп ойлаймын. Шашқанда ол ақшаны далаға шашып жатқан жоқ қой, әйнектен. Басқа біреу алып кетіп жатқан жоқ шығар. Сол жерде көрсетіп беру керек қой, міндетті түрде. Кім қанша алып кетті деген ғой. Той болып жатқан азаматтарға, азаматшаларға ол құрмет негізі, сол семьяға көрсеткен. Жай ғана тастайды ғой, міндетті түрде. Құралақан бармайсың ғой. Бет ашып жатқан адамды айтуға болады ғой, құрғылға батада жүрмейді ғой. Мысалы, сол себепті біздің салт дәстүріміз бойынша біз салуымыз керек. Болды. Ол кішкене әйтеуір кім қалай салады? Ол өзінің жұмысы негізі. Мысалы, енді көп адам маған бір жолдас балам айтып еді, Нұреке дейді, барлығын 2000 теңгеден саласыңдар ғой дейді, бір жолдас балам айтады маған. Бір 10.000 теңге салайыншы деп мен қалай салсам болады дейді. Мен айтамын, қалай салсаң солай салсаң да жарасады ғой. Қалай салғың келеді? Солай салшы, жарасады. 10.000 теңге. Жоқ, Нұреке, мен жақсылап айтсыншы. Мен барып айтып салайын дейді да жаңа деген. Маған микрофонды бере ма дейді. Енді адам әртүрлі ғой енді. Сол себепті шама шаттығы келгенше көңіл көтерген шығар жастар. Оған енді ренжуге болмайды. Ал той иесі Нұржан Аташ беташар уақытында достарының жасаған әрекеттерінен еш әбестік көріп тұрмағанын айтады. Тіпті өткенге көз жүгірткен шоумен әрі тележүргізуші керісінше өзіне қолдау көрсеткен жігіттерді мақтай жөнелді. Қазақ бұрыннан келін келген кезде шашу шашып қарсы алатын. Енді ақша шашу ол қазақтың шүкіршілігі мен күпірлігінің ортасын шатастырып алмау. Кезінде мен есімде бауырсақ шашатын, нанның өзін шашатын. Және беретін келе конфет, тәттілер шаша бастады. Оның барлығы тағам ғой негізі. Неге біз оған айтпаймыз? Ойбай, неге асты жерге төгіп жатырмыз? Қазақтың қуанышы, бұл ата салты. Ал енді бертін келе, Аллаға шүкір, енді менің азаматтарым мен жігіттер болғаннан кейін ол бауырсақ құшақтап жүрмейді. Ол қалтасына конфет салып жүрмейді, қазір Нұржан кірген кезде шашам деп. Ол несін шашады? Маған деген көңілін Аллаға шүкір өзінің адал маңдай ақы термен тапқан дүниесін бауыр үшін шашады. Бұл шашу деп қабылдау керек. Мен бір шамасын айтып жатырмын, оны сіздер өйтіп ойламаңыздар, бір асқаннан тасқаннан немесе бір ағайынның алдындағы бір сасқаннан жасап жатқан емес. Жігіттердің жай ғана қазақтың ата салтын көрегендікпен бүгінгі заманына сай қалтасындағы пұлымен шашу ретінде шашып жатқан. Бұл шүкіршілігі олардың. Аллаға шүкір, міне бауырымыз біз көптен күткен қуанышымыздың көзбен көргенімізге шүкір деп. Ал оны теріп жатқан кішкентай балалар. Ал кішкентай балалар қалай қуанды алған кезде? Бисмиллахиррахманиррахим деп қазақтың қилы тағдыры домбыра, Алланың берген таңныры домбыра, майданда жауды қаштырған домбыра, жаңа түскен келіннің бетін аштырған домбыра. Осы қасиетті домбыраны ұстап, бисмиллахиррахманиррахим деп келіннің бетін ашып, маңдайынан сүйіп, ал орнымыздан тұрып, шапалағымызды ұрып қояйық қанекей! Бауырлардың енді біз олай тарап кетеді деп ойлаймын. Ішкі өзіміздің ортамыздағы бір-бірімізге деген болады ғой, әзілдесу. Сіз де мысалы өзіңіздің құрбыларыңызбен әзілдесесіз. Дәл сол сияқты біздің өзіміздің бір-бірімізге деген әзіліміз. Оның басындағы болған дүниелер Instagram желілеріне салынбай қалды. Біздің біршама өзіміздің арасатын Қызылорда, Қостанай сияқты қалалардан келген жігіттер бар еді. Соларға арнайы жеке-жеке арнаулар жазылған болатын. Сол арнауда жігіттер айтқан сайын салып отырған болатын. Содан шыққан бұл негіз. Содан кейін барып негізі кейіннен әншілер шықты. Әншілер шыққан кезде дәл сол нәрсені олар үрдіс жасады. Енді бірін-кім бір қайталамау үшін әр қалтаға салғаны ғой, серіктің әр жақтан. Енді қызық қой, енді ол да бір қызық болсын деп. Мына қалтасынан шығарды, сол қалтасынан шығарды, ішкі қалтасынан, сырт қалтасынан, арт қалтасынан шығарды сөйтті. Енді тағы қызық болсын, ерімей соны шұлғына сақ қойған ғой, екі шұлғына. Каспий голд деген сияқты носки голдты көрсетіп жатқан түрі ғой енді бір жағы әзілдеп. Сөйтіп екі жағынан алып салды. Ол солайынан болған дүние еді негізі әу баста. Енді білмеймін, ода тұрған тұрпайылық ештеңе жоқ. Егер әзілің жараса, атаңмен ойна деген қазақтың бүгінгінің балалары емес па? Ал енді досыңның қуанышында досыңмен бірге әзілдесе алмасаң, онда оның несі достық? Бұл достық қой, бұл бауырлық, солай түсіну керек оны. Халықтың мақтау сөздерімен қатар жағымсыз пікірлерін оқып жүрген Әзімбек Байлин өзі өткізген беташарда салт бұзылмады деген пікірді алға тартады. Сондай-ақ Мен осы беташардың 100% болмаса да бір 30%-ын өзімнің YouTube каналыма салған болатын. Соның өзі бір 5 күннің ішінде бір 150 мыңнан астам қаралым жинап тастады. Сонда неше түрлі комментарий жазып жатыр. Шынымен де үлкендер айтады, біз енді ол жерде тек қана әншілер ғана салдық қой, бірақ оған дейін қанша бір 40 минуттай өсиеттер айтылды. Келінге деген жақсы нақыл сөздер айтылды. Біз оны салмадық. Себебі қазір енді беташарға да мен көп текстін бәрін салатын болсам, мені аңдып жүрген беташаристер өтті көп. Барлығы жаттап алады да, бір ресторанға барсам өзімнің текстімді естіп тұрам. Сондықтан да әрбір асабаның, әрбір беташаршының өзінің бір сөзі болу керек деп ойлаймын.
Ал енді үлкендердің айтатындай жөні бар. Қазір енді шынымен де көп қарасам әріптестерім бар, Қабдолдың беташарлары бар, басқа жігіттердің беташарлары ерсі. Шынымен де жаңағы бір ақшаға құнығып, тағы да сал дей берді. Маған өз басым ондайға ұнамайды негізі. Енді ана жерде Нұржанның жолдастары болғаннан кейін, Әбжаппар, Нұрболат бәрі өзіміздің бауыр болғаннан кейін кішкене сәл қалжыңдастық. Соның өзі үлкен бір енді сынға ұшырап жатыр. Бірақ енді барынша дәстүрді насихаттап жүрген адам болғаннан кейін біз енді бұзбауға тырысамыз барынша. Десе де көптің сыны көңіліне тиген Әзімбек Байлин болған жағдайды сабақ деп қабылдап, келесі жолы көптің тілегін ескеретінін жеткізді. Сіздің тойыңызды кім басқарып жатыр, кім жүргізіп жатыр, ол той иесінің вкусына байланысты ғой жаңағы, иә. Ол өзінің қалауын шақырады. Демек, сол жаңағы адамды, беташаршыны тамадан бір жерде көрді, сол оған ұнады. Ал енді негізінде беташардың түбіне келетін болсақ, бұрын қандай болған бұрынғы заманда беташаршы сол той болатын әулеттің үйіне жоқ дегенде бір 5 күн бұрын ерте барып, бір күн қонақ болып, сол әулеттің жаңағы түгел тарихымен танысып, бір апта бойы жаңағы жазған өлең шумақтарын арнаған сол дәстүрді біз қазірде алып келдік осы Нұржанның тойына. Ал енді жаңа кейбіреулер жаңа беташарға ақша тасса дейді, достарын қинап жатады. Ол ақша бар ма, жоқ, ол қиналып жатыр, оның жағдайы қандай білмейміз ғой. Сондықтан менің ойымша көбірек ақша тасса деген ерсі қылық сияқты. Бұл бір жеңілтек, бір дәстүрімізге бір мазақ етіп жатқан сияқтымыз деп ойлаймын. Мен барынша бұндай нәрседен кішкене алшақтау тұрсам, бірақ жақында енді сондай нәрсеге тап болып қалдым, бірақ енді өзіміздің бауырлар болғаннан сәл әзілдеп қалжыңдағанбыз. Соның өзі үлкен бір сынға ұшырап жатырмыз ғой. Бірақ енді барынша дәстүрді ұстануға тырысамын негізінде.